Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыздың ұстанымы біле бер, қанша білсең тағы тіле, жетерсің мақсатыңа біле-біле деп Жүсіп Баласағұн айтқандай, бүгінгі сабақты жақсы меңгеріп, біліп, өз мақсатымызға жетейік. Енді балалар жағымды көңіл күйге енейік. Ыңғайланып отырыңыз, көзіңізді жұмуға болады. Елестетіп көріңіз, сіз соқпақ жолмен жүріп келесіз. Жол ұзақ. Кенет алдыңыздан ғажайып бақ көрінді. Алма бағы. Қып-қызыл алмалар қол созым жерде. Сіз үзіп алып жей бастадыңыз. Дәмі сондай керемет. Жеген сайын жей бергің келеді. Қалтаңыздан дорба алып, алмаларды жинай бастадыңыз. Күн кешкірді. Қайту керек. Бақтан шығып, жолға түстіңіз. Иығыңызда алма толы дорба. Жүгіңіз ауыр. Жол бітер емес. Тастап кетсем екен деген ой келеді. Бірақ сіз дорбаны емес, жалқау ойыңызды тастап кетіңіз. Міне, қалашыққа да жеттіңіз. Алдыңыздан қуана секіріп балалар шықты. Оларға өзіңіз терген алмаларды үлестіре бастадыңыз. Алма тергеніңіз қандай жақсы болды. Сізге балалар да, олардың ата-аналары да дән риза. Балалардың бақытты күлкісі сіздің де көңіліңізді көкке көтерді. Иә, сіз күллі әлемге жақсылық жасауға жаратылған жансыз. Көзіңізді ашып күлімсіреңіз. Ал балалар, осы видеороликтегідей, яғни жинап алып алмамызды, яғни білімімізді, бұл жинап алып алманы деген сөз, білімімізді жинап, қасымыздағы жолдасымызбен бөлісіп, қиыншылық кезде бір-бірімізге көмектесіп, және осы өмірдегі бір бөлшек ретінде, адам ретінде қалыптасуымызды ықпал етуіміз керек. Ал енді балалар, сабақтың кезеңдерімен танысты. Енді өткен сабаққа шолу жасайық. Балалар, сендерге мынадай сұрақ. Қандай сан аралықтарын білесіңдер? Еңлік, интервал, және сәуле, тағы. Келсіңдер? Ашық сәуле. Және жартылай интервал. Жартылай интервал. Яғни мына яшықтар баршамын қандай екен? Интервал, сәуле, келесіңді, ашық сәуле, жартылай интервал. Ал енді балалар, сендерге мынадай сұрақ. Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктің шешімі дегеніміз не? Кім айтады? Бағымыр айтады. Айнымалысы бар теңсіздікке қойғанда тура санды теңсіздік беретін айнымалысының мәні бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктің шешімі деп аталады. Жарайсың. Келесі сұрақ. Теңсіздікті шешу дегеніміз не? Кім айтады? Дария. Теңсіздіктерді шешу дегеніміз оның барлық шешімдерін табу немесе шешімдері болмайтынын дәлелдеу. Жарайсың. Келесі сұрағым, мәндес теңсіздіктер дегеніміз не? Мәндес теңсіздіктер. Бану. Бірде болатын, бірде болмайтын теңсіздіктерді мәндес теңсіздіктер дейміз. Жарайсың. Ал енді балалар, өткен сабақты шолдық. Бүгінгі жаңа сабағымыз бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктерді шешу. Сабағымыздың мақсаты сызықтық теңсіздіктерді шешу,
теңсіздіктердің шешімдерін координаталық түзуде кескіндеу, теңсіздіктердің шешімдерін сан аралық арқылы және берілген сан аралығын теңсіздік түрінде жазу. Жаңа сабағымыз бір айнымасы бар сызықтық теңсіздіктерге келтіретін теңсіздіктерді шешуге бірнеше мысалдар қарастырайық. Соның ішінде бірінші мысал минус 4х плюс 17 үлкен 15 плюс 6х теңсіздігін шешейік. Бұл жерде айнымалысы бар мүшелерді теңсіздіктің сол жақ бөлігіне көшіреміз және ықшамдаймыз. Ықшамдаған кезде минус 10х үлкен минус 2-ден теңсіздіктің екі жақ бөлігін минус 10 санына бөлеміз. Ол кезде x кіші 0,2 деген мәнді аламыз. Оның жауабы бізде минус шексіздіктен 0,2 дейін болады. Жалпы алғанда осы теңсіздіктің шығару жолын былай жазамыз. Мына үлгіде жазамыз. Ал балалар, мына жерде екінші мысалды қарастырамыз. Мына теңсіздігінде жақшаларды ашып, айнымалысы бар мүшелерді теңсіздіктің сол жағына, бос мүшелерді оң жағына жинап, ықшамдаған кезде 0 көбейту x минус 2 теңсіздігіне теңсіздігі 0 кіші минус 8 тура емес саны теңсіздікке айналғандықтан 0 көбейту x теңсіздігі кіші минус 8-ден теңсіздігінің және оған мәндес мына теңсіздігінің шешімі болмайды. Яғни оның шешімі бос жиым болады. Осы мысалда дәптерге жазып аламыз. Балалар, үшінші мысалға тоқталайық. Мына үшінші мысалда берілген теңсіздікті жақшаларды ашамыз. Айнымалысы бар мүшелерді сол жаққа, бос мүшелерді оң жаққа жинап, ықшамдап болғаннан соң бізде мынадай шығады. 0 көбейту x кіші 8 теңсіздігі 0 кіші 8. Яғни тура санды теңсіздік шығады бұл мысалда. Яғни бұл мысалдың теңсіздігінің шексіз көп шешімі бар деген сөз. Олардың шешімі кез келген сан. Яғни бұл мысалдың жауабын минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейінгі барлық сандар. Яғни кез келген сан осы теңсіздіктің шешімі болады. Осы мысалда дәптерге жазып аламыз. Мысалдарды дәптерге жазып болса, біз деңгейлік тапсырмаларды орындаймыз. Бірінші деңгейдің есебі 986-ның 1, 2, 3, 4-ті, екінші деңгей 989-ның 1, 2, 3, 4-ті, үшінші деңгей 994-дің бірінші, екіншісін шығарамыз. Ал бастаймыз. Қазір мен оқушылар тақтаға бір оқушы шығарайын. 986-ның 1 мен 2-сіне кім шығады? Каусар шықсыншы. Каусар 3 пен 4-не аяр өтесін. Кітаптарымызды аламыз. Ал енді мына қыздардың есебін не істейміз? Балалар тексеріп көрейік. Каусардікі біріншісі, екіншісі. Аярудікі дұрыс екен, иә? Жарайсыңдар қыздар, бүгінгі сабақты жақсы меңгердіңдер. Сендерге бір-бір істегенді берейін. Отырамыз, шығарамыз дәптерге, орындаймыз. Шығады. Дария, кел, және Айкөркем. Кітабымызды аламыз. Ол жерде не сұрап тұр бізде? Оқиықшы. Не дейді? 989 есепте теңсіздікті шешеміз. Жаңағы 3 мысалды басшылыққа аламыз, е? Көріп қалай жауап жазу керек. Енді орындаймыз. Тақтаны сүртеміз. Қалғандарымыз дәптерге орындаймыз. Тақтадан бұрын әкелген оқушы бағаланады. Орындаймыз. Тақтадан бұрын әкелген оқушыларды бағалаймыз.
Керемет. Айкөркем бір жауабын жазған кезде қателестің, е? Соны келесте қайталамаймыз. Кел, сәрсен шықсын. Тақтаны жүреміз. Және жаңа қыздар сияқты тақтадан бұрын әкелген балаларға баға қоямын, бағаланады. Бұл жерде бірінші жақшаны ашамыз. Екіні бірге және де игрекқа көбейтеміз. Екіні бірге көбейтсек 2, екіні игрекке көбейтсек 2 игрек болады. Одан кейін игректерді оң жаққа жинаймыз. Сол жаққа жинаймыз. Ал қосқан мына жердегі минус мына жаққа плюс болып өтеді. Қосқанда плюс 6, ал қосып алғанда 16 шығады. Игрек үлкен кіші немесе тең 16 бөлінген 6-ға. Игрек тең 2,6-тан 4, қысқартқанда 2,3-тен 2. Енді жауабын жасамыз. Жауабы қалай болады? Ал, енді қабылдаймыз ба жауабын? Бір қате бар ғой. Жақшасы қай жерінде? Шексіздікте, иә? Бізде әрдайым шексіздікке қандай жақша қоямыз дедік? Жай жақша қоямыз деген біз. Жай жақша болады. Толтыра қой, Кәусар. Жақсы. Ал енді балалар, бүгінгі сабағымыз қорытындылай келе. Мына тапсырманы дәптерге орындаймыз барлығымыз. Берілген сан аралығының кесті аттарын жазамыз. Атын жазып, координаталық кескіндейміз. Ал бастаймыз, дәптерге орындаймыз бәріміз. Қолыма тәмде. Келесіде мынаны дұрыстап сызамыз, е? Жарайды қой. Үлкенірек қып сызып. Жарайсың? Сызғыш қаламмен сызу керек, Кәусар сияқты. Кәусардікі. Дұрыс, өте ұқыпты жазыпты Кәусар. Келесіде бұдан да жақсы. Ал енді балалар тапсырманы орындап болса, ең қазір яшықтарды ашам, сендер сол бойынша дәптерлеріңді қызыл ручкамен тексеріп шығар. Ал балалар, мына яшықтарды мен қазір ашып көрсетем. Сендер өз қателеріңді тауып, қате болса егерде, қызыл ручкамен дәптерімізді өзіміз тексереміз. Біріншісі қандай екен? Ашық сәуле. Енді сан аралығының координаталық сәуледегі кескінін қарап шығамыз. Міне былай болу керек еді сендерде. Осыны өздерің дәптерлерінде тексеріп шығамыз. Ал енді балалар, бүгінгі берілген сан аралығының кесті аттарын жазып тексеріп қоя дәптерімізді. Тексеріп болса, сабағымызды аяқтай келе кері байланыс беріп жүрейік. Бір ауыз сөз әдісі арқылы кім өзінің ойын айта алады? Кәусар. Маған бүгінгі сабақтағы деңгейлік есептер шығарған қатты ұнады. Назым. Мен бұл сабақта бір айналыс бар сызықты теңсіздіктерді шығаруды үйрендім. Маған да деңгейлік тапсырмалар ұнады. Бір айналмасы бар сызықтық теңсіздіктерді орындадық. Бізге ұнағаны деңгейлік тапсырмалар.
Бізде өте жақсы шыққан тапсырмалар деңгейлік тапсырмалар. Әзірше бізге қиындық туғызғандары қатаң және қатаң емес теңсіздіктер. Өте жақсы шыққан тапсырмалар деңгейлік тапсырмалар. Маған екінші деңгейдегі тапсырмалар өте оңай және керемет шықты. Өте қатты ұнаған тапсырмалар, ашу тапсырмалар бізге қатты ұнады. Бізде өте жақсы шыққан деңгейлік тапсырмалардан екінші деңгейлік тапсырма өте жақсы шықты. Әзірше бізге қиындық туғызған бұл соңғы тапсырмадағы жақша қою сол қиындық туғызды. Яшықта ашу тапсырмасы ұнады. Ол көңілді және жақсы өтті. Жарайсың. Ал енді бүгінгі балалар кері байланыс бәрі жақсы керемет. Айтқансыңдар, сабаққа жақсы қатысқан оқушылармен қазір бағалап өтейін. Кәусар бізде, Құлмағамбет Кәусар өте жақсы керемет орындады. Еңлік те жақсы орындады. Бағнұрмен де жақсы, Сәрсен, сәл есептер шығару барысында бір-екі қате кетті. Аяру жақсы орындады. Кәусар, Қожахан Кәусар керемет. Бекзатхан Аяру керемет тапсырманы орындап жатыр. Сұрақтарға да жауап беріп жатыр. Назым жақсы орындады. Айкөркем, Бану жақсы деген бағаларды қойдым мен. Бағалап қоямын. Балалар, бүгінгі сабаққа жақсы атсалысқандарға рахмет. Үйге тапсырма 996 есепті шығарамыз. 996